Кайырлы күн. Бізде бүгін күндізгі макияж. Күндізгі макияж негізінен табиғи түстермен, жылтыр түстерсіз, қара түстерсіз жасалады. Көбінесе матовый түстер дейді. Өзіміздің табиғатымызға сай жылтыр түстерсіз жасалады. Барынша табиғи көріну керек. Олай болса бастаймыз. Ең бірінші мынандай ватный диск аламыз. Мицеллярлы су дейміз. Немесе тоник алсақ болады. Сонымен бетімізді тазалап аламыз. Беттің барлық бөлігіне осылай жағып бетті тазартамыз. Ең соңында көзді сүртеміз. Бетіміз толық тазару керек. Өйткені далада жүреміз, шаң тозаңдар болады, әртүрлі. Сол үшін бірінші жасайтын кезде толығымен осылай тазартып алған дұрыс. Келесі бізде база деп айтылады. Менде Flormer компаниясының базасы. Базаны өте аз қолданамыз, өйткені бұл бетті майландырып жібереді. Сол үшін барынша аз қолдануға тырысыңыздар. Осы база бізге жеткілікті. Өте аз көлемде. Мына саусақпен жұмыс жасаймыз. Осы саусақ арқылы, осы екі саусақ арқылы жұмыс жасаймыз. Осы екеуі арқылы. Массажды линия бойынша базамызды бетімізге жағып шығамыз. Базаның әртүрлісі бар, крем сияқты түрі де бар. Жалпы основа под макияжа деп алсаңыздар болады. Базамызды жақтық толықтай. Енді кішкене сіңгенін күтеміз, 1-2 секунд. Одан кейін бізде тоналка жағады. Тоналканы өзіңіздің теріңізге қарай таңдаңыздар. Мысалы, құрғақ терге арналған тоналка, немесе майлы терге арналған тоналка деп бөлінеді. Соны ескеріңіздер. Бізде екі түсті, яғни бір төменгі және бір жоғарғы тон, бір қаралау, бір төменгі аппақ тон екеуін қосамыз. Өйткені бізде орташа тон шығу керек. Біз клиентпен жұмыс жасағандықтан көбінесе осы екі тонмен жұмыс жасаймыз. Ал сіздер өздеріңіздің беттеріңіздің түсіне лайықты тонды ала берсеңіздер болады. Міне жақтым. Және ашық тон, жоғарғы тон жағылады. Міне 2 тон. Енді осы 2 тонды араластыру арқылы бетімізге мынандай кист арқылы жағамыз. Біреулер бьюти блендермен қолданады, біреулер осы кистті қолданады. Бьюти блендермен қолдануға да болады, бірақ көбінесе тоналкаңыз сол бьюти блендерда қалып қояды. Ал бізге осы кист арқылы қолданған дұрыс негізі. Көпшілік бөлігі бетіңізге жағылатын болады. Төменнен осылай жоғары қарай жағамыз тоналкамызды. Негізі кәсіби тоналкалар осы Flormer, Inglot, Makeup Atelier, Makeup Studio, NYX, Dior компанияларының косметикалары болып табылады. Бетті өте жақсы жабады, кемшіліктерді жасырады. Сол үшін осы кәсіби компаниялардың тоналкасын қолданған дұрыс. Бірақ естеріңізде болсын, тек қана профессиональный косметика алып, оны тек қана күнде қолдана берсеңіздер, ол сіздің бетіңізге зиянда болады. Сол үшін күнделіктіге арналған және тойға, қонаққа шыққанда
макияж жасауға арналған косметика болып жалпы бөлінеді. Соны ескеріңіздер. Күнделікті жағуға болады ма деп сұрау қажет алатын кезде. Мысалы, менің косметикам, мынау қолданып тұрған тоналкам күнделіктіге арналмаған. Мұны күнделікті қолдана беретін болсақ, бетімізді құртып жібереді. Сол үшін мен қазір профессиональный косметика, клиентке арналған косметиканы қолданып отырмын. Осылай толықтай барлық бөлігіне беттің жағып шығуымыз керек. Сіздерге көрініп отыр деген ойдамын. Жақында айнаға қажет болып тұр осындай. Беттің барлық бөлігіне жағылған дұрыс. Тоналкамыздың соңғы қалған бөлігін көздің үстіне бояймыз. Қабаққа. Міне бізде толықтай бетімізге тоналкамыз жағылды. Негізі бетпен мойынның түсі бірдей болып тұру керек. Сол үшін тоналкаңыздың қалған бөлігін мойныңызға жағып жіберуді ұмытпаңыз. Екеуі екі түрлі болып тұруға болмайды. Мойныңыз басқа түс болып, бетіңіз басқа түс болып тұруға болмайды. Ол өте қате болып саналады. Кейбір адамдар болады, шынымен де тек бәрін бетіне жағылады да, беті әппақ болып отырады, ал мойны қап-қара болып тұрады. Олай болмау қажет. Келесі бізде корректор. Корректордың біз құрғақ түрін таңдаймыз. Ал майлы корректор деген болады, ол бізде кешкі макияжға арналған. Майлы корректорлар бізде кешкі макияжға арналған. Ал құрғақ корректор деген болады, ол бізде күндізгіге арналған. Мен қазір сол күндізгіге арналған құрғақ корректор қолданамын. Корректорға арналған мынандай кист бар, бір жағы қисық кеткен. Мына скулыйды шығарамыз корректормен. Және маңдайды, егер маңдайыңыз үлкен болса, маңдайды кішірейтуге болады осы арқылы. Мұрнымызды қырлаймыз, екі жанына жағып. Ал мына жақта подбородок болса, осы жерге көбірек жақсаңыз корректорды, мына подбородогыңыз көрінбей кетеді. Сол үшін жасыруға арналған өте жақсы құрал болып саналады. Менің бетім ондай қатты томпақ емес. Міне байқадыңыздар, шығып жатыр скулы. Сол үшін мен көп қолданбаймын. Және менде маңдайым да үлкен емес. Сол үшін мен маңдайға жақпаймын тіпті. Өйткені жағатын болса, маңдайым кішірейіп кетеді. Жалпы корректор бізде кемшіліктерді қалыпқа келтіреді. Кемшілік жерлер болса, артық жер болса, соны алып тастайды. Сол үшін арналған. Көбінесе маңдайға жағатындар олар маңдай үлкен, өте
көзге қатты көрініп тұратын адамдар маңдайына көбірек осы корректордан жағады. Міне. Енді бұдан көп жақсам менің скулым қатты шығып, бетім ап-арық болып кетеді. Сол үшін жеткілікті. Мұрным да менің қыр мұрынды өзі, сол үшін аз ғана қолданамын. Осы мұрынның екі қырына. Міне, мұрным қырланды менің. Бетімнің формасы өзгере бастады. Осылай. Енді бізде келесі қас формасы. Қасты біз мынандай помадка для бровей деген бар, қасқа арналған. Осы арқылы бояймыз. Қасты бояғанда естеріңізде болсын, соңғы жағынан бастаймыз. Алдыңғы жаққа қарай алып келеміз. Алдынан бастайтын болсаңыздар қасты бояп, ол кезде қап-қара түсті болып алдыңғы жағы қарайып тұрады да, көңіл күйіңіз жоқ сияқты болып көрінеді. Сол үшін міндетті түрде қасты соңынан бастаған дұрыс. Егер де қасыңыз қалың болып, қап-қара болып боялып кетсе, мынандай туштың кисточкасы сияқты бар бізде, кист. Осы арқылы тарап-тарап жібереміз де, жан-жағына таратып жібереміз. Міне. Келесі бізде пудра. Пудраны мынандай ұнтақты түрін қолданған дұрыс. Рассыпчатый деп айтады. Өте ұнтақты, осындай жақсы. Аз ғана көлемде аламыз. Ал қатып тұратын пудра алатын болсаңыз, ол бетіңізге барады да, сіңбей қатып қалады. Сол үшін осы ұнтақты түрін қолданған дұрыс. Барлық бөлігіне беттің осылай жағып шығамыз. Бұл макияжымызды жақсы сіңдіріп, теп-тегіс қылып тұрады бетімізді. Осы. Сіздерге айта кетерлік жайт, менің бетімде негізі дақ жоқ, сол үшін мен қолданбаймын. Консилер деген нәрсе бар бізде, мынандай. Бұл консилерді қандай жағдайда қолданамыз, осы жайлы айта кетейін. Консилерді біз, егер бетімізде безеу болатын болса, мына жасыл түсін қолданамыз. Тоналкіден бұрын жағамыз бетке. Одан кейін үстінен тоналка жағамыз. Егер де көзіңіз ісіп тұрса, мына қоңыр түсін көздің астынан жақсаңыз, көзіңіздің іскені білінбейді. Ал егер де синяктар, көгерген жерлер болса, мына фиолетовый түсін жағасыз. Сол кезде көгерген жерлер көрінбейді. Және бізде мына розовый түсі бар, бұл пигментті дақтар бетте, әртүрлі жаңағы қара дақтар ма, мүмкін сондай дақтар болса, соны жасыру үшін арналған. Бұл бізде консилер деп аталады. Қасты боядық. Келесі бізде көз. Тенмен бояймыз көзді. Ол үшін бізде айттық қой, жаңа күндізгі макияждар барынша табиғи болады деп, біз матовый түсті таңдаймыз. Жылтырсыз. Мына түстерді, мына тендерді алсақ болады. Ал мына жылтыр тендерді қолдануға болмайды. Жылтыр тен бізде кешкі макияжға қолданады көбінесе. Сол үшін мен қазір күндізгі макияж болғандықтан қоңыр түс пен персик түсті араластырғым келіп отыр. Көбінесе күндізгі макияждар ашықтау түстермен болады. Көзді бір сүрте салайық. Ашықтау түстер дегеніміз бізде сол персик, розовый, қоңыр ашықтау. Сондай түстер қолданылады. Қара түстер мүлдем күндізгіге қолданылмайды. Өйткені сіз тойға бармайсыз ғой күндіз. Енді той болғанда жаңағыдай кешкі тойлар ғой көбінесе. Күндіз қап-қара болып, жып-жылтыр болып жағып алып жүрсеңіз, енді ыңғайсыз көрінеді ол көзге. Сол үшін күндізгі макияждар барынша табиғи, өзіңізге жарасымды болады.
болуу керек. Коңур түс жагып атам тагы да. Мындай кист аркылуу растушевка жасап отуруубуз керек. Жан жагына таратып. Тенди бир жерге бояп коюп коюуга болбойт эч качан. Осылай жан жагына таратып растушевка жасап жиберемиз. Азыр эки түстү аралаштыруу аркылуу макияж жасайын деп отурабыз. Ол бизде соңку жагы коңур түс болду. Енді алдыңғы жагына розовыйлау түс колдонгум келип отур. Ашыктау түс. Бирөөлөр персик колдонот, персик колдонсак да болот. Немесе осындай розовыйлау түс колдонсак болот, ашык. Өз эрктериңизде. Әр түске әр түрлүү осындай кисточка колдонгон дурус. Бир кистпен 2-3 тенди боёого болмойт. Енді осы екі теннің арасын қосып растушевка жасап жібереміз. Екі теннің арасы бізде қосылып кету керек. Растушевкамен. Содан кейін ескерте кететін жайт. Қастың астыңғы бөлігі дейміз. Ақ түсті тен арқылы боялады. Сол кезде көзіңіз визуальный көрінетін болады. Көздің астыңғы бөлігін осылай ақ түспен бояймыз. Көзге жақсы рең береді, әдемілік береді. Осылай. Бізде күндізгі макияжға көбінесе жаңағы табиғи түстер деп айттық. Подводка қолдануға да болады, немесе қолданбауға болады. Көбінесе қолданбаған дұрыс негізі. Ол өйткені қаралау болып тұрады. Сол үшін негізі теннің өзін бояй салған дұрыс. Көздің астыңғы бөлігінде бояп қойғанымыз дұрыс. Егер сіздің көзіңіздің үстіңгі бөлігі қоңыр немесе жаңағы қаралау түс болып жатса, көздің астыңғы бөлігін міндетті түрде сол түспен бояуыңыз керек. Екеуі бірдей болу керек. Мен қоңырмен бояп жатырмын. Келесі бізде туш жағу. Кірпік жалауға да болады негізі. Немесе осылай туш жағып қоюға да болады. Көзге, кірпікке көбінесе ұзататын, қалыңдататын туштар алған дұрыс. Vivienne Sabo немесе Gavaret деген туштар өте жақсы. Кірпікті бояғанға.
кірпікті көтеру үшін осылай бірнеше рет бояған дұрыс. Келесі бізде ерін формасы. Ерінге көбінесе күндізгіге мынандай ашықтау түсті помадалар қолданған дұрыс болады. Өйткені бізде күндізгі макияж. Осы түстер қолданған дұрыс. Ең әуелі ерніміздің жан-жағын бояп аламыз. Егер көлем берем десеңіздер ерінге, еріннің аяқталған жері болады ғой, ерін формасы. Соның бір сыртына шығарып, бір сызық шығарып боясаңыздар, ерніңізге көлем беріледі. Егер еріндеріңіз жіңішке болса. Келесі бізде помада. Не? Боядық помадамен. Өте табиғи түс бұл помаданың түсі де. Енді бізде еріннің жан-жағын, артық жерлерін алып тастайтын кез келді. Ол корректор немесе мынандай тоналка арқылы жасалады. Біздің еріндеріміз кейде помада боялғанда сыртына шығып кетеді. Сол үшін осындай аз ғана тоналканы алып, мынандай киісті алып, жан-жағының артық жерлерін алып тастаймыз. Ол үшін осылай ерінді жағын сызып шығасыздар осылай. Сол кезде ровно болады ерін. Міне. Ерніңіз тоже визуально көрініп тұр. Енді қастың да жан-жағын солай алып тастауға болады. Егер қас формаңыз дұрыс болмай, дұрыс сызылмай тұрса, осы корректордың көмегімен бірдей етіп жасап жіберсеңіз болады. Міне. Бізде жалпы күндізгі макияжымыз дайын. Табиғи өте. Өзіңізге жарасымды болу керек. Өйткені күндіз көбінесе қонаққа барамыз. Жеңіл болғаны дұрыс болады. Бізде ең соңында фиксатор спрей деген бар. Ол макияжды ұстап тұру үшін себіледі. Осыны себетін болсаңыз, макияжыңыз 12-15 сағат ұзақ уақыт бетіңізде тұратын болады. Бұл макияжды ұстап тұру үшін арналған. Осымен біздің макияжымыз дайын. Үйде сіздер де жасап көріңіздер, маған жіберіңіздер. Өте табиғи күндізгі макияж.